Саламатсыздар ма? Мен Баишева Мадина, Қызылорда облысы Арал ауданы номері 177 орта мектебінің информатика пәнінің мұғалімімін. Мен бүгін сіздермен алғашқы сабағымды бөліскелі отырмын. Сабағымның тақырыбы тармақталған алгоритмдерді программалау деп аталады. Алгоритмнің жалпы 3 түрі бар: сызықтық алгоритм, тармақталған алгоритм және циклдік алгоритм. Тармақталған алгоритмнің жалпы алгоритм тілде жазылған толық түрі мынадай болып келеді: егер шарт, онда бірінші өрнек, әйтпесе екінші өрнек, бітті. Бұл жерде егерден кейінгі шартты тексереміз. Шарттың жауабы иә болса, онда бірінші өрнек орындалады. Шарттың жауабы жоқ болса, әйтпеседегі екінші өрнек орындалады. Блок схема түрінде түсіндіретін болсақ, шартты тексереміз. Шарттың жауабы иә болса, плюс бірінші өрнек орындалады. Шарттың жауабы жоқ болса, мына минусқа қарай жүреміз, екінші өрнек орындалады. Яғни бұл жердегі берілген бірінші, екінші өрнектің екеуі де бір мезетте орындалмайды. Олардың орындалуы екеуінің біреуі ғана орындалады. Ол да мына шартқа байланысты. Шарттың жауабына байланысты. Шарт иә деген жауап болса шартта, онда бірінші өрнек орындалады, ал жоқ деген жауап болса, екінші өрнек орындалады. Енді Python программалау тілінде осы тармақталған алгоритмді мынадай болады: if логикалық өрнек тұрады, сосын бірінші өрнек, else екінші өрнек. Енді түсіндірейін. Бұл жердегі if деп отырғанымыз егер деген сөз. Егерді if дейміз. Шартымыз ғой, логикалық өрнек дегеніміз сол шартымыз. Осы өрнекті, логикалық өрнекті шартты тексереміз. Шарттың жауабы иә болса, бірінші өрнекті орындайды. Онда деген жазылмайды Pythonда. Шарттың жауабы жоқ болса, else-тегі екінші өрнек орындалады. Else дегеніміз бұл жерде әйтпесе деген. Әйтпеседегі екінші өрнек орындалады. Енді осы тармақталған алгоритмнің толымсыз да түрі болады. Толымсыз түрі алгоритмдік тілде былай жазылады: егерден кейін шарт тұрады, онда бірінші өрнек, бітті. Сонда бұл жерде байқап отырсаңыздар, толымсыз түрі бұл шарттың тек иә жауабын ғана қанағаттандырады. Жауап иә болса ғана бірінші өрнек орындалады, жауап жоқ болса, ешқандай өрнек орындалмайды. Бұл тармақталған алгоритмнің толымсыз түрі. Блок схемасында да толымсыз түрінің мынадай болады: шарттың жауабы иә болса, бірінші өрнек орындалады, ал шарттың жауабы жоқ болса, ешқандай өрнек орындалмайды. Python программалау тілінде ол былай жазылады: if логикалық өрнек, дәл жаңағы if дегеніміз егерден кейінгі логикалық өрнегіміз тұрады. Осы өрнек тексереміз. Осындағы шарт қанағаттандыратын болып жауап иә болса, онда бірінші өрнек. Енді есептің құрылымына қарай 2-3 өрнектен тұруы мүмкін. Жалпы иә жауабындағы өрнектер орындалады. Жоқ болса, ешқандай өрнек орындалмайды. Енді барлық осы тармақталған алгоритмді есеп шығарған кезде, яғни программа кодын жазған кезде, осы шартты құра білуіміз керек. Шарт құру үшін оған біз шартты белгілерді пайдаланамыз. Енді сіздерге мен қазір Python программалау тілінде қолданылатын салыстыру таңбаларын ұсынып отырмын. Салыстыру таңбалары дейміз, немесе шартты белгілер дейміз. Шартты құрған кезде осы белгілерді қолданамыз. Бірінші бағанда тұрғаны математикада жазылуы, екінші бағандағысы Python программалау тілінде жазылуы, үшінші бағандағысы сипаттамасы. Бірінші тұрған үлкен белгі ешқандай өзгеріссіз жазылады Pythonда. Үлкенне тең белгісі үлкен, сонан кейін барып теңдік белгісі салынады. Кіші белгісі ешқандай өзгеріссіз жазылады. Кішіне тең белгісі кіші және теңдік белгі қасына салынады. Тең белгісі 2 теңдік белгі қойылады. Тең емес белгісі леп белгі және тең белгісі қойылады. Бұл жерде негізінен үлкен немесе тең барлығы түсінікті да, тең белгісіне тоқталып өтейін. Шартта мысалы а саны 0-ге тең ба деген шарт болатын болса, онда а тең 0 деп жазсаң, ол шартқа жатпайды. А тең 0 деген сөз а 0-ді меншіктейді дегенді білдіреді. Ал енді а 0-ге теңсің ба деп шарт жазу үшін а тең 0 деп жазу керек. Осыған мұқият болуымыз керек. Көбіне оқушылар осы шарт қойған кезде осы теңдік белгілерден қателесіп жатады. Енді
Осы тармақталған алгоритмге толымсыз түріне, толық түріне бірнеше мысалдарды қарастырайық. Бірінші мысалымыз А саны берілген. Егер А саны берілген шартты қанағаттандыратын болса, онда А санын 15-ке арттыру керек. Осы есептің программасын құрып көрейік. Яғни бұл жерде берілген шартты қанағаттандырса дейді. Шарт нақты берілмеген, шартты өзіміз қойып алуымызға болады. Мысалы, А саны 5-тен кіші болса дейді. Енді онлайн Pythonға кірейік, программаны жазайық кодын. А тең int input егер А кіші болса 5-тен, онда не істейміз дедік? А санын 15-ке арттырамыз. 15-ке арттыр деген А-ны 15-ке қосамыз деген сөз. Енді қараңыздар, кішкене түсіндіріп жіберейін. Бірінші жолда А тең int input деген тұр. Бұл жердегі int деген А санының бүтін екенін білдіреді. Бүтін дегенді білдіреді. Input дегеніміз енгізу функциясы. Сонда бүтін А санын енгіз деген сөз. Бірінші жол. Екінші жолда if А кіші 5. If дегеніміз егер деген сөз. Егер А 5-тен кіші болса, мынау шартымыз А кіші болса 5-тен. Яғни Pythonдағы логикалық өрнегіміз осы. Міндетті түрде логикалық өрнектен кейін қос нүкте қойылып жазылады. Онда print шығару операторы. Онда А-ға 15-ті қосып шығар дейді. Аны 15-ке арттырып шығар дейді. Енді орындауға жіберіп көрейік. Бірінші біз А-дан 5-тен кіші мән беріп көрейік. 3-ті берсек, жауап қандай болады? 18. Яғни бүтін А санын енгіз деп біз 3-ті енгіздік. Егер 3 5-тен кіші болса, жауап онда А-ға 3-ті қосып 18 шығарып берді. Енді біз 5-тен үлкен сан берейік. Ол кезде ешқандай жауап жоқ. Енді екінші мысал алайық. Берілген 2 санның үлкенін табу. Кез келген 2 сан берілген, соның үлкенін табамыз. Енді бұл жерде біз кез келген 2 үлкен санды табу үшін 2 сан А саны берілген, әрі қарай жалғастырып жіберейік. Б тең болады int, ол да бүтін сан ғой. Input. Енді қара, 2 санның үлкенін табуымыз керек. А саны үлкен болса Б-дан дейміз шарт. Онда бізде қай сан үлкен болады? А саны үлкен болады. Әйтпесе қолданамыз бұл жерде. Әйтпесе міндетті түрде if-тің астында жазылады, if-тің тұсында. Else. Әйтпеседен кейінде қос нүкте қоямыз. Келесі жолға түсіп, print B дейміз. Барлық программа жолын жазып болдық. Міне бүтін А санын енгіз, бүтін Б санын енгіз. Егер А саны Б-дан үлкен болса, онда print А-ны шығарады, әйтпесе print Б-ны шығарады. Ал көрейік, орындауға жіберіп. Кез келген 2 сан. Бірінші А санын берейік. А-ға 4-ті берейік. Б-ға 6-ны берейік. Бізге жауапқа 6-ны шығарып берді. 2 санның үлкені 6. Енді осы жерде түсініксіздеу болып қалмас үшін printқа апострофтың ішіне 2 санның үлкені деп жазып қояйық. Қайсы екенін білсін. 2 санның үлкені тең осы А-ға. Сосын бүтір қоямыз. Екінші printқа 2 санның үлкені тең 2 санның үлкені тең Б-ға дейік. Осылай жазсақ, дәл осылай берейік. 4 және 5-ті бере салайық. 2 санның үлкені 5-ке тең деп шығарып берді. Әрі қарай үшінші мысалға көшейік. Үшінші мысал, үшбұрыштың қабырғалары берілген, қабырғаларының мәні берілген. Үшбұрыштың периметрінің мәні тақ болса, үшбұрыштың периметрінің мәні тақ болса дейді, онда оны 3 есеге арттыратын программа құру керек. Бұл жерде периметрін тауып аламыз. Содан кейін барып, ол периметрдің тақ жұп екенін тексереміз. Тексергеннен кейін барып, оны тақ болса, істеді 3 есеге арттыр деді.
Бұл да толымсыз программаға жатады, тармақталуға жатады. Енді А саны берілген, Б саны берілген, үш бұрыштың үш қабырғасы ғой. Үшінші қабырғасы с-ны енгізейік. С тең int input егер, енді осы жерде периметрді тауып аламыз. Периметрді П деп белгілейміз. Периметр дегеніміз үш қабырғасының қосындысы. А плюс Б плюс С. Енді периметр тақ болса деген шартты қоямыз. Мына жерге біз периметр тақ болса, тақ екенін, жұп екенін қалай білеміз? Периметрін екіге бөлгендегі қалдық не болу керек? Нөлге тең болмау керек. Қалдық дегенді процентпен белгілейміз. Екіге бөлгендегі қалдық тең емес болса нөлге. Тең емес деген леп белгі тең болады 0. Онда тақ болса, онда оны не істе деді? 3 есе арттыр деді. Прин П-ны 3 есе арттыр десе көбейтеміз. Көбейтеміз 3-ке. Мына жол керек емес бізге. Сонда қарап шығамыз. Дұрыс па есебімізде? Бүтін А санын енгіземіз, бүтін Б саны, бүтін С санын енгіздік. Яғни 3 бұрыштың 3 қабырғасын енгіздік, оның периметрін таптық. Енді шартымыз тақ болса, егер тақ болса деген шарт міне мынау. Периметр тең болмаса қалдық, онда 3-ке арттырамыз. Енді орындауға жіберейік. Периметріміз жұп болатын сандар беріп көрейік. 2, 4, 6-ны берейік. Ештеме орындалған жоқ. Өйткені 2-ке 4 қоссаң 6, 6-ға 6 қоссаң 12. Жұп болғанда. Енді біз периметріміз тақ болсын. 2, 5, тағы да 2 дейік. Олай болса, қараңыз, периметр 7-ге тең, 7-ні 3 есе арттырдық, 21-ге тең екен. Есебіміз шықты. Әрі қарай 4-ші мысалға көшейік. 2 үшбұрыш берілген, 2 үшбұрыштың қабырғалары. Бірінші үшбұрыштың қабырғасы АВС, екінші үшбұрыштың қабырғасы ДЕФ. Осы үшбұрыштардың периметрлері тең немесе тең емес екенін анықтайтын программа құру керек. Яғни, 2 үшбұрыштың периметрін бөлек-бөлек тауып аламыз. Содан кейін осы 2 үшбұрыштың периметрлерін бір-бірімен салыстырамыз. Егер де екеуі тең болса, тең деп шығарамыз, тең емес болса, тең емес деп шығарамыз. Ол үшін тағы да енді осы жерде мен мынаны өшіріп тастап, біз жаңа мына жерде қарап жіберіңіздер, бүтін А санын енгіз, бүтін Б санын енгіз, бүтін С санын енгіз деп 3 жолға 3 бөлек жаздық, Енді осыны бір жолға жазайық. А, Б, С 3 сан берілген. Үшеуін бір жолда енгізген кезде біз map функциясын пайдаланамыз. Map дегеніміз үшеуінің де типін бірдей типке өзгертеді. Үшеуін де int бүтін типке өзгертеді. Int input split деген split деп жазамыз. Split'тің қызметі бұл мәндердің арасын ашу. Әртүрлі split'та не пайдаланасыз? Split. Болдық па? Барлығын жазып. Қазір түсіндірем бұл жолды. Мына жерде А, В, С 3, бірінші үшбұрыштың 3 қабырғасын енгіздік. Map деген айттым, үшеуінде бүтін санға айналдырады. Мына жерде қате кетіп қалыпты. Инттан кейін бір ғана А, input деп жазған кезде инттан кейін жақша ашылатын еді. Ал енді 2, одан да көп мәндерді бір жолға mapпен жазған кезде инттан кейін үтір тұрады. Int input бүтін, бірдей бүтін типке өзгерген А-В сандарын енгіз дейді. Split'та жақшаның ішінде не тұр, соны мәндердің арасына қойып береді. Бұл жерде ештеме жоқ болса, үшеуінің арасын ашып жазып береді. Енді осыны
Келесі жолға екінші үшбұрыштікі. Бізде қандай еді? Екінші үшбұрыштың қабырғалары D, E, F. Міне, екінші үшбұрыштың қабырғалары. Енді бірінші үшбұрыштың периметрін P1 деп белгілейік. P1 тең A қосу B қосу С. Екіншінікін P2 деп белгілейік. P2 тең. Мына жерде автоматически шығып кетті. Энтерді басып жіберейін. P2 тең D қосылған E қосылған F. Егер P1 тең болса не қалай жазамыз? Тең P2 болса, онда принтке екеуі не деп жазамыз? Тең дейміз. Тең. Әйтпесені пайдаланамыз. Else print тең емес. Тең емес дейік. Ал, болды, қарап шығайық. Бірінші жолда бүтін ABC сандарын енгіздік, бірдей бүтін типке айналдырып. Екінші жолда екінші үшбұрыштың қабырғалары D, E, F бүтін сандарын енгіздік. Одан кейін бірінші үшбұрыштың периметрін таптық. Одан кейін екінші үшбұрыштың периметрін таптық. Екеуін салыстырдық. Тез-тез орындап жіберейік. ABC-ға 2, 3, 4 деген мән берейік. Екеуіне тең мән берейік. 2, 3, 4. 2 үшбұрыш тең деді. Енді екі түрлі мән берейік. Үшбұрыштар тең емес. Келесі есепке көшейік. Енді соңғы мысалымыз. Берілген екі сан берілген, сол екі санның екеуі де оң болса, олардың арифметикалық ортасын табамыз, әйтпесе олардың квадраттарының қосындысын табамыз. Екеуі де оң болса, бұнда бізде енді ABC екі сан ғана берілген, екеуін қалдырамыз. Мына жолдардың барлығын алып тастаймыз. Сөйтеміз де, егер екеуі де оң болса деген сөз, шартымыз осы. Оң санды, теріс санды немен салыстыру арқылы анықтаймыз, яғни 0-мен. А 0-ден үлкен болса, және дегенді пайдаланамыз бұл жерде. Әнді Б да 0-ден үлкен болу керек. Б үлкен болса, 0-ден. Онда екеуінің арифметикалық ортасын тап дейді. Екеуінің арифметикалық ортасы А-ға Б-ны қосып, оны 2-ке бөлеміз. Әйтпесе екеуінің несі деді? Несін тап деген? Квадратын тап деген. А квадрат, аны квадраттаймыз. Квадраттау пайтында 2 жұлдызша, 2 дәрежесі қосу Б-ның квадраты. 2 дәрежесі. Енді қарап шығайық. Міне А, Б екі сан берілген, мәппенен жазамыз. Бұнда өйткені екі сан болғандықтан екеуінде бүтінге айналдырып аламыз. Егер А-дан 0-ден үлкен болса, және Б-дан 0-ден үлкен болса, онда екеуін қосып 2-ке бөлеміз. Арифметикалық ортасын әйтпесе, екеуінің квадраттарының қосындысын табамыз. Енді анықтап бір екі сан берейік. 2 және 3-ті берейік. Екеуі де оң, сондықтан екеуінің арифметикалық ортасы 5, 5-ті 2-ке бөлді, 2,5 шықты. Енді бұл жерде біз біреуі терістен берейік. -4, 3 және +3-ті берейік. Бұл жерде -3-тің квадраты 9, +3-тің квадраты 9. Есеп шықты. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.